Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен үй жағдайында дәмді палау әзірлейтін боламыз. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар, сіздердің палауларыңыз езілмей, шашырап, әдемі болып пісетін болады. Ең алдымен қажетті заттарды дайындаудан бастаймыз. Барлығын жуып, қабығын ашып, тазалап қойдым. Айтып өтсем, изюм қосатын боламын. Сіздер өздеріңіз қалауларыңызға байланысты қоспасаңыздар да болады. Және орташа көлемдегі 3 дана пияз. Ет, бұл менде сиыр еті, сары сәбіз бен қызыл сәбіз және бір бас сарымсақ. Пиязымызды ұсақтап кубик етіп турап аламыз. Сәбізімізді ұзынша етіп, соломка етіп турап аламыз. Етімізді осындай үлкен бөліктерге бөлеміз. Мен 5 бөлікке бөліп алдым. Енді қуыруға кірісеміз. Қазанымызды отқа қойып, қызған кезінде 300 мл күнбағыс майын құямыз. Майымыз қызған кезде пиязымызды салып, пиязымызды жақсылап қуырып аламыз. Міне 4-5 минуттай уақыт өтті, пиязымыз қуырылып қалды. Енді етімізді сала бастаймыз. Етіміздің көлемі үлкен болғандықтан, екі жағын ауыстырып отырып, кезек-кезек қуырып аламыз. Пияз бен еттің қуырылуы бұл палаудың жақсы пісуінің, дәмді болып пісуінің негіздерінің бірі. Ет пен пияздың қуырылуына 15-20 минут уақыт кетеді. Сіздер де сондай уақыт аралығында қуырыңыздар. Сол кезде еттеріңіздің де пісу уақыты азаятын болады. Қуырылып болған сәтінде өзі де білінетін болады. Пиязымыз бен етіміз түстерін өзгертеді. Міне қуырылып болып қалды. Енді сәбізімізді саламыз. Сәбізді 1-2 минут қуыру жеткілікті болады. Палау пісірудегі негізгі пропорция ол 1 кг ет, 1 кг күріш, 1 кг сәбіз. Біздің сәбізіміз қуырылып дайын болды. Енді қайнап тұрған суымызды қосамыз. Судың көлемі сәбіздің үстінен 1-5 мм-ге ғана артық болса жеткілікті. 1 ас қасық тұз қосамыз. Тұзы ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Қайнағаннан кейін қақпағын жауып, астын жай отқа қоямыз. Суымыз қайнағаннан бастап 15 минуттан кейін күрішімізге кірісеміз. Мен 3,5 кесе күріш алдым. Күрішті салқын суда жақсылап жуамыз. Күріштің крахмалының барлығы шығып кету керек. Кемінде 7 рет жуыңыздар. Суларыңыз мөп-мөлдір таза болып шығу керек соңында. Сол кезде күріштеріңіз шашырап, әдемі болып пісетін болады, жабысып қалмайды. Және осы суда 15 минутқа қалдыратын боламыз. Бұл күріштеріңіздің біркелкі әрі тез пісу үшін қажет. 15 минуттай суда тұрған күріштерімізді салып бастаймыз. Бұл менде лазер күріші. Күрішіміз әппақ болып, су сіңіргені көрініп, өзі-ақ белгілі болып тұрады. Алдымен күрішімізді осылай тегістеп, жайып шығамыз. Содан кейін күрішіміздің үстіне қайнап тұрған суымызды құямыз. Суымыз күріштің бетін сәл ғана жауып тұрса жеткілікті болады. Міне видеода көрініп тұрғандай, ары кетсе 5 мм ғана. Осы кезде астын қатты отқа қоямыз, бетін жауып қайнағанын күтетін боламыз. Қайнағаннан кейін күріштің шеттерін жиыстырып, видеода көрсетілгендей етіп, төмпешік жасаймыз. Бұл күрішіміздің жақсы бұқтырылуына көмектеседі.
және сарымсағымызды алып ортасына орналастырамыз. Бетін жауып, астын жай отқа қоямыз. 15 минуттай уақыт өткеннен кейін күрішімізді аударатын боламыз. Аударып алғаннан кейін бетін жауып, бұқтыруды ары қарай жалғастырамыз. Күріштеріңіз кемінде 40 минут бұқтырылуы керек. Яғни күрішті салған уақыттан бастап 40 минут есептейміз. Міне палауымыз дайын болды. Мен араластырып табаға салдым. Етін бөлек алып, турап үстіне орналастырып шықтым. Сіздер де осы рецептпен дайындап көріңіздер. Сіздерге іске сәт, астарыңыз дәмді болсын.